Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов таудан биік көңіл бар, теңізден терең ғылым бар дегендей, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болған ұлт зиялылары Абай, Ахмет, Ыбырайлар біз үшін білім есігін ашып, шамшырақтай із қалдырған дара тұлғалар. Сол сара жолмен мен бүгінде берген білімімді ғылыммен ұштастыру арқылы жаңа қоғамға бейімделген жоғары білімді шығармашыл тұлғаны қалыптастырып дамыту менің бүгінгі абыройлы борышым деп білемін. Сол мақсатта жету үшін әрқашан ізденісте болып, педагогикалық инновациялық технологияларды меңгеріп қана қоймай, жүйелі түрде қолдану арқылы сабақтарымды қызықты өткіземін. Ерекше пән химияны оқытуда оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін, олардың функционалдық сауаттылығын дамыту мақсатында үштілділік әдісін қолданамын. Үштілділік еліміз үшін стратегиялық маңызды ерекше құбылыс, табысқа бастар жол деп түсінемін. Сонымен қоса, мектепте оқушылардың эрудит оқушылар ғылыми қоғамын басқарамын. Ғылыми практикалық конференциялар ұйымдастырып, оқушылардың шығармашылық жұмыс жасауына, олардың зерттеушілік дағдыларын дамытуға өз үлесімді қосамын. Мен шығармашыл ұстазбын. Шығармашыл ұстаз мектептің жүрегі, қоғамның тірегі дегім келеді. Ұстаз еңбегі оқушы білімімен өлшенеді. Ұстаз еңбегінің күрделілігі әрбір оқушы жүрегіне жол таба білуінде. Баланың жеке тұлғасын қалыптастыру, оның рухани әлемін байыту, жеке дарындылығын дамыту, осы мақсатқа жету жолында да аз жұмыстар жасалған жоқ. Оқушылардың зерттеушілік дағдысын қалыптастыруда зертханалық және тәжірибелік сабақтардың маңызы аса зор. Оқушы білім алу жолында өз бетінше жан-жақты терең жұмыс істеуге талпынады. Сол себепті химия сабағында тәжірибелік көрсетілімдерге басым уақыт бөлуге тырысамын. Оқушыларға химия пәнінен терең пәндік білім беруде зияткерлік сайыстарға дайындау мақсатында қосымша дайындық сабақтарын жүйелі жүргізіп отырамын. Ол сабақтар теориялық материалды меңгерту, тәжірибелік дағдыларын шыңдау және сандық есептер шығарту мақсатында ұйымдастырылады. Нәтижесінде оқушыларым түрлі сайыстарда өз білімдерінің орнықтылығын дәлелдеп келеді. Атап айтсақ, шәкірттерім мектепшілік ғылымға құштар жас өрен атты оқушылардың ғылыми практикалық конференциясында және 21 ғасыр адамы, профессор, академик, физика-математика ғылымдарының докторы Темірғали Әбілдаұлы Көкетаев атындағы аудандық оқушылар арасында өткен ғылыми практикалық конференцияларды және облыстық шағын ғылым академиясының ұйымдастыруымен ғылыми практикалық конференцияда жүлделі бірінші орындарды иеленіп, дипломдармен марапатталды. Шәкірттерімнің басым бөлігі бүгінде мемлекеттік грант негізінде химия саласы, медицина саласы, химиялық технология бойынша жоғары білім алуда. Бірнеше үздік оқушыларым химия пәнінен жоғары балл жинап, алтын белгі үздік аттестат иегері атанды. Мен әрқашан оқу нәтижесін арттыру үшін ең алдымен нені оқыту, қалай оқыту керек деген сұрақтар төңірегінде ізденісте жүремін. Сабақ барысында ең бастысы оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыру мен үшін маңызды. Осы мақсатқа жету үшін химия сабағында клил әдістерін жиі әрі тиімді қолданамын. Аталмыш әдіс үздіксіз өзгеріс үстіндегі жаһандану заманында мектеп түлектерінің бәсекеге қабілеттіліктерінің бір белгісі болып табылатын тілдерді және басқа тілдерде пәндерді игеруді жүзеге асыру үшін әзірленген. Үш тілде оқыту заман талабы десек, оны жүзеге асыру ұстаздардың міндеті. Аудандық үш тұғырлы тіл уақыт талабы тақырыбында аудандық семинарда экзотермиялық және эндотермиялық реакциялар тақырыбында ашық сабақ бердім. Осы семинарда пән арқылы ағылшын тілін оқытудағы инновациялық бастамалар тақырыбында баяндама жасап, тренинг сабақ өткіздім. Үштілділік саласы бойынша зертханалық құрал-жабдықтардың аталуы және қолданылуы тақырыбында оқу әдістемелік құралым жарық көрді. Өзімнің педагогикалық біліктілігім мен кәсіби шеберлігімді арттыру мақсатында семинарларға қатысып, тәжірибемен бөлісемін. Атап айтсақ, Назарбаев зияткерлік мектебі тәжірибесін тарату бойынша ұйымдастырылған магниттік мектеп ұйымдарының басшылары мен педагогтарына арналған аудандық семинарда жартылыстану математика бағытындағы пәндерді
оқытуда клил әдісін қолдану тақырыбында шеберлік сабақ өткіздім. Облыстық тамыз кеңесінде білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудағы критериалды әдіс тақырыбында баяндама жасап, шебер сынып өткіздім. Облыстық ынтымақтастық жобасы аясында шағын жинақты мектептердегі білім беру үрдісін дамытудың өзекті мәселелерін шешу тақырыбындағы онлайн семинарда 7-9 сынып оқушыларымен онлайн сабақ беріп, іс тәжірибемен бөлістім. Менің өмірлік ұстанымым: іздесең табасың, талаптансаң жетесің, зейін салсаң ұғасың. Әрбір ұстаз бойында ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, үйлесімділік тауып жатса, сол адам шынайы педагог деп түсінемін.